Міне осы біздің үй. Кел, кіре ғой. Вау! Ал, міне қош келдің біздің үйге. Міне біздің үй осындай. Ал бұл қыз сенің әпкең болады. Аты Элина. Элина, сәлем деп қойсай. Сәлем. Ал бұл қыз біздің кішкентай ғана ең кенжеміз. Элеонора. Ал кейін өздерің танысып аласыңдар, жүре ме? Ал енді саған үйімізді көрсетейік, жүре ғой. Мына чемодан тастай ғой, саған жаңа заттар алып береміз. Қызым, не болды, көңіл күйің жоқ қой? Жоқ, ештеңке емес. Мен сендерге бірақ айтып едім ғой, басқа қыз асырамай қойыңдар деп. Қызым, енді өзің білесің ғой, үлкен қызсың, ақылың бар. Ту, жарайды әке. Мына Элеонораға қарай тұрыңызшы. Мен қазір келем. Болды, жылама. Ал міне көрдің бе, мен қанша гүл өсірем. Осылардың бәріне күнде қарап тұру керек. Жарайды, өзіме қарай берем. Қазірден басып дайындалып жатсың ба үй жинағанға? Қызым, екеулерің бірге жинайсыңдар ғой. Жүре ғой мына жерге. Бұл біздің осындай бөлмеміз. Тағы да бөлме бар мына жерде. Кухня бар. Демек ел. Міне бұл жер сендер ойнайтын жер. Ары қарай мына жерде стол бар. Өздерің кейін ойнайсыңдар. Қызым, мына чемодан тасысайшы. Уже керек жоқ. Маған керек, себебі бұл жерде маған керек заттар бар ғой. Біз саған жаңа заттар алып береміз. Бұл жетімдер үйіндегі заттарды тастау керек. Жарайды, жүрші. Так. Ал кеттік, қызым. Әрине. Ал міне келдік. Үшінші этажға ма? Саған арнап жасаған тосын сыйымыз осы. Қалай, қызымдады ма, білмең? Иә, әдемі, бірақ заттар аз сияқты. Иә, кейін саған сатып алып береміз ғой. Бұл негізі крышадағы бөлме ғой. Бұл жерге ешкім тұрмайтын. Енді қызымыз болғаннан кейін саған осындай заттар алып бердік. Жарайды, рахмет. Маған барлық бөлмеңіз ұнады. Жарайды, қызым, онда заттарыңды орналастыр. Бәрін өзің заттарыңды орнына қой. Кейін кел асқа түс, шай ішеміз. Жарайды. Заттар аз сияқты, бірақ сонда да әдемі болып тұр. Не деген сүйкімді ойыншық? Бұл енді менің сүйікті ойыншығым болады. Бірақ бұл жерде ойыншықтар жоқ қой. Ал, міне кофеге дайын болып қатты. О, наконец-то келді. Ал, міне кофе. Аяна әлі келмеген бе? Жоқ, әлі келмеді. Әлі заттарын қойып жатқан ғой онда. Жарайды, күте тұрайық. Асырап алған қыздарны күтіп отырсыңдар ма? Қызым, енді олай айтушы болма. Ол сенің енді сіңілің болады. Жарайды, айтпаймын. Әні өзі де келе жатыр. Күтіп қалдыңыздар ма? Мен заттарымды орнына қойып кеттім. Көрінетпін. Мүлдем көрмегенсің ба? Иә. Біз отбасымызбен бәріміз кофені жақсы көреміз. Енді күніне осыны бір рет ішіп тұрамыз. Дәмін көр, саған да ұнап қалатын шығар. Жарайды. Дәмді екен. Неге маған Элина жаман қарап тұр? Басында әрине бәрі жақсы болатын. Маған неше түрлі сыйлықтар сыйлайтын, киімдер сыйлайтын, ойыншықтар сыйлаған. Ал маған бұл жолы өте ерекше сыйлықтар сыйлады. Мен әрине қуанышымда шек жоқ. Бәрі қайда кеткен? Жарайды, қызым, алып берем, жарайды. Ура, рахмет. Қызым айтса болды, алып берем менде. О, Аяна, келе ғой.
Иә, не болды? Мен сіз не істеп жатсыздар? Сен келмей тұрып жақсы болып жатыр еді. Қызым, Элинаның сөзін көңіліңе алма, жарай ма? Қызым айтпақшы, ана жерде гүлдер қурап жатыр. Соған суғаршы. Әрине, жарайды. Сосын қызым, мына екінші этажды жинап берші, иә? Үлгермей жатырмыз. Жарайды, иә, жинаймын. Осы қызды не үшін асырап алдыңдар? Асырмай ақ қою керек еді ғой. Қой қызым, олай айтпа. Қызым, енді мен оны бекерден бекер асырап алған жоқпын ғой. Уже бір апта өтті, қызым, болды, айта бересің осыны енді. Сендер мені жақсы көрмейсіңдер. Міне Элеонораны өздерің бағыңдар. Сен естіп тұрсың ба бәрін? Жоқ, суғарып жатырмын. Жарайды, мән бермей ақ қояйын. Так, бірінші Элеонораның бөлмесінен бастайын. Бөлмесі қандай сүйкімді, әдемі. Тіпті менікінен де әдемі. Жарайды, ол кішкентай ғой. Ойыншықтары жерде жатыр екен. Мәссаған, не деген сүйкімді ойыншық. Мәссаған. Бұл ойыншықты өзіме алғым келеді. Жарайды, мында алып қояйын. Мынаның ішінде не бар екен? Жарайды, жинастырайын. Енді келесі бөлмелерді жинастырайын. Бұл бөлме гардеробный ғой деймін. Мәссаған, бұл Элинаның бөлмесі ма? Не деген әдемі? Вау! Тіпті косметикаларды бар екен. Жай қарап көрсем болатын шығар. Ешкім ұмытпайтын да шығар. Так. Вау! Так, мынаны алайын. Қатты байқалмайтындай боянайын. Әйтпесе байқап қойып ұрсады. Не деген әдемі? Ей, сен естіп тұрсың мен бөлмемде. Қой орнына косметикамды. Жай, мен әшейін көрейін дедім. Тиіспедім онша. Міне өзің көр. Көзіңді бояп апсың ғой, бұл менің косметикам, тиісуші болма, және кірме мен бөлмеме. Маған сен сияқты сіңлі керегі жоқ, шық бөлмемнен. Косметикам бәріне тиісіп сапты ғой, тым көрмеген. Неге мені сонша жек көреді, мен дым істемедім де ғой. Жыламай қояйын, қазір біреу көріп қойса. Одан да мына жерді жинастырайын. Аяна қызым, жинап қойдың ба уже үйдің бәрін? Иә, мына жерді жинап біттім. Саған айтам деп ұмытып кетіппін ғой. Элинаның бөлмесін жинамай ақ қой. Себебі жинағанды ұнатпайды да, ол өзі жинайды. Тіпті маған да жинатқыздырмайды. Иә, өзі жинамадым әлі. Қызым, не болды, көңіл күйің жоқ қой? Бәрі Элина үшін ба? Иә, енді Элина кішкене ашулы-шағаң болып келеді ғой, енді ашуланады, тез ашуланады. Саған тиісіп жүрме ғой? Жоқ, тиісіп жүрген жоқ, бірақ кейбір кезде маған жаман ұрсады. Ұрсады? Қызым, мен онымен өзім сөйлесем, жарай ма? Ал сен мән берме. Жарайды, мән бермей отырсам. Жүре ғой, қызым, саған арнап коктейль жасап қойдым.
Саған оның дәмі қандай болады? Жүр өзің көресің. Все, бәрін жинап бітірдім. Мен жинайым дегенше кеш болып кетіпті ғой. Бәрін не істеп жатыр екен? Конечно, ше ғой. О, Аяна қызым, кел отыра ғой. Мен айтпақшы, үйдің бәрін жинастырып қойдым. Жарайсың қызым, молодец. Элина қызым, қайда кетіп қалды? Үй жинаған міндет қылып тұр ма? Мен де жинай аламын үйді. Мені неге сонша жек көреді? Мен не істедім? Бұдан қарағанда мен жетімдер үйінде жүрген жақсы еді. Элина қызым, не істеп жатсың? Мен боянып жатырмын. Айтпақшы, маған жаңа косметика алу керек. Сенде косметика толып тұр ғой? Жоқ, мынаның бәрін қолданып тастадым ғой мен. Жарайды, алып берем. Не болып қалды? Не үшін келдіңіз? Сөйлесейін деп едім. Не жайлы? Аяна жайлы. Аяна жайлы айта бермеңдерші маған. Қызым, тыңдашы, енді ол біздің отбасымызға жаңадан келді. Енді менің қызымдай болып кетті. Сенің сіңіліңдей болу керек қой. Сіңілің сияқты қарамайсың ба? Туған сіңілің болмаса да сен жақсы көруің керек оны. Сонымен қатар уже 2-3 күннен кейін туған күні келе жатыр. Сонда оны осылай ренжітіп қоямыз ба? Ол сенен тек 3 жасқа ғана кіші. Жасы 10-да, сен 13-тесің. Ол сенің сіңіліңдей болу керек уже. Сен өзің бұрында айтушы едің ғой, мама, мен сіңілі хочу деп. Енді асырап алған қыз айтқан жоқ шығармын? Жоқ қызым, олай деп айтпа. Ол да сені жақтыртпай жүрген жоқ қой. Сенің қамыңды ойлап жүр, үйдің қамын ойлап жүр, жинап жүр үйдің бәрін. Жарайды, енді ұрыспаймын оған. Ерте бөліп жатқан жоқпыз, екеулеріңді де жақсы көреміз. Саған енді не жетпейді? Асыранда болса, енді асыраны шығар, бірақ ол сенің туған сіңіліңдей қара. Жарайды, бірақ мен оны ренжітіп қойдым ғой. Қалай ренжіттің? Менің косметикамен боянып жатқан кезін көріп қалдым осы кезде түсте. Ұрысып тастадым. Онда сен керек емес косметикаңды беріп таста. Я, точно. Мен мына сорманың ішін бәрі косметика жатыр ғой. Может, сөйтіп беріп тастайын, как раз қақы берерімді білмей жүредім. Онда мен бір коробкаға жинай салайын. Мен осы Аянаны ренжітіп қойған жоқпын ба? Басында тым жаман қарсы алдым ғой. Онымен қоса жақында оның туған күні. Осы 1-2 күннен кейін. Мүмкін оған сыйлыққа мына керек емес косметикамды беремін. Бәрібір қолданбаймын да ғой. Менде толып тұр. Онда жарайды, кеттім, берейін. Бұл кім екен? Мен ғой, Элина. Элина? Сен мұнда не істеп жүрсің? Мен саған мына қолданбайтын косметикамды берейін дегем. Менде толып тұр да. Сосын саған қолданбайтынды берейін дегем. Міне. Мәссаған, рахмет. Мен сені мұнда келеді деп ойламадым. Сосын бағана сен менің косметикамен қолданған кезде ұрысқаным үшін кешірші. Я, әрине кешіріп қойғанмын мен баяғыда. Кел, мында отырасың ба? Кел отыр. Жоқ, мен кетуім керек. Давай. Мәссаған. Қаншама косметика. Сонымен олар бақытты де кешіпті. Ұйықтап қалды.
Мәссаған қызым, сонда мынаның бәрін өзің жасадың ба? Иә, мен жасадым. Қашан жасап үлгердің? Бүгін ертерек тұрдым. Дәмін көрейік қане. Дәмді екен. Рахмет. Қайырлы таң бәріне. Қайырлы таң. Мәссаған. Не болып қалды барлықтарыңа? Таң алып қалдыңдар ғой. Жоқ, қызым, ештеңе болған жоқ. Міне, Аяна, мынаны же ғой. Әпкең өзі пісірді. Дәмді сияқты көрінеді. Қандай дәмді? Айтпақшы, Элеонора қайда? Ол ұйықтап жатыр. Айтпақшы қыздарым, қазір осы тамақтанып алғаннан кейін киімдеріңді киіп, әдеміленіп шығыңдар, себебі бүгін біз қыдырамыз. Мәссаған, мен ешқашан отбасыммен бірге қыдырған емеспін. Ештеңе етпейді, енді осылай қыдырып тұрамыз. Біз осы сенбі сайын қыдырып тұрамыз, себебі әкем бүгін үйде болады. Иә, айтпақшы, қайда барамыз? Қайда барғыларың келеді, сол жерге барамыз. Онда ойлану керек. Бір күшті жерге барғым кеп тұр. Мен де. Жарайды, бірінші тамақтанып алыңдар. Қай киімді кисем болады? Мына киім де әдемі сияқты, көрші. Жоқ. Мына киімді киіп көр. Өте әдемі. Рахмет. Жүргет. Ал қыздар, қай жерге барғыларың келеді? Онда киноға барайық. Иә, біраз болды киноға бармағанымызға. Жарайды, жүріңдер. Ал қандай кино көреміз? Барби деген кино көрейік, қазір трендте болып жатыр ғой. Жарайды, Барби. Мен жаңа отбасы тапқаныма қуаныштымын. Иә, әрине орын бар. Қазір біз күнімізді өте қызықты өткіздік. Мысалы, біз осындай аттракционға бардық. Қане отырыңдар қыздар. Мен қорқып тұрмын. Қорықпа, бұл өте қызықты. Мен де отырайын ана жағына. Ой, жоқ, бұл кішкентайларға арналған ғой. Ой, жарайды. Қане бастаймыз. Айттым ғой, қорқынышты болмайды деп. Мен жаман қорықтым ғой. Бірақ қызық енді басталады. Дәмді. Қалай қыздарым, ұнады ма сендерге бүгінгі күніміз? Иә, ұнады. Маған да ұнады. Мен бұлай ешқашан қыдырған емеспін. Және отбасыммен бірге қыдырған өте қызықты екен. Әрине қызым, енді біз осылай әр сенбі сайын осылай қыдырып тұрамыз. Жарайды, онда тамақ ішейік, менің қарным ашып кетті. Жарайды, жүріңдер. Шынымен ба? Иә. Еще мен басында осы жерге келген кезде маған прям ұнады ғой комнатаң. Ең әдемі комната ғой сенікі. Рахмет. Мен өзім осылай жасатқанмын. Иә, сен Губка Боб деген мультфильм жақсы көретін мультфильм сияқты ғой. Иә, мен жақсы көрем. Сол үшін мынақа суретін қойып қойғам. Айтпақшы, ата-анамыз не істеп жатыр екен? Білмеймін, бар басқа түсіп көріп келейік. Жүр. Иә, қыздарымыз татуласып кеткені жақсы болды. Иә, мен де бүгін сол қуанттым. Бүгін сол үшін әдейі қыдырайық дедім ғой. Иә, бір-біріне жақын болып қалды. Енді Аянамызды мектепке берсек, тіпті жақсы болып кетеді. Иә, береміз, уже мектепте жақындап қалды. Тадам, не істеп жатсыздар? Бізге айтпай шай ішіп жатсыздар ма?
Жоқ, мен сендерді жаңа шақырып едім ғой. Өздерің қазір дедіңдер де, кірмей қойдыңдар. Ұмытып кеткенбіз ғой. Кел отыр, сен мына отыр. Кел, қызым. Не жайлы әңгімелесіп жатсыздар? Аянаны мектепке беру жайлы. Мен мектепке барамын ба? Әрине, барлық бала баруы тиіс. Мен мектепке баруды армандайтынмын. Өзіңнің сыныбың болған өзі жақсы ғой. Сонда Элинаның жасы қаншада? Вот енді 8-ші айлық. Және неге аты Элеонора? Енді менің атым Элина ғой. Сол үшін екеуі де Эден басталып қойған. Менің атым Адам басталады. Сол үшін Эге ауыстыру керек сияқты. Элеонора, сүт ішесің ба? Міне. Айтпақшы, сен білесің ба? Элеонора мына ойыншықтан қорқады ғой. Сол үшін мен бұны алмаймын. Мына қараш. Болды, қорықпа. Осылайша олар бақытты отбасы болып кетті. Және сериал ұнаса лайк басып тіркеп кетіңіз, және менде жаңа сериалдар шығатын болады. Және қандай сериал түсіруге болатынын өзіңіздің ойыңызды комментарияға жазып кетіңіз. Және сіздерге ұнады деп ойлаймын. Сау болыңыздар.